Шымкент қаласы білім басқармасының өмірлік қиын жағдайда жүрген балаларды қолдау орталығының тәрбиеленушілері Кеңес одағының батыры генерал-майор Сабыр Рахымов атындағы әскери колледжде қонақта болды. Сапардың мақсаты оқу процесінің ерекшеліктерімен, ұландардың тұрмыс жағдайымен және әскери оқу орындарында білім алу перспективаларымен жақыннан танысу болды. Колледжге келушілерді колледж бастығы полковник Мақсат Ақшалов жеке қарсы алды. Ол оқушыларды жылы лебізбен күтіп алды. Оқу орда басшысы алғы сөз алып, әскери колледж бен әскери оқу орнының негізгі айырмашылықтары туралы айтып, болашақ әскери қызметкерлердің кәсіби даму жолдарын белгіледі. Сондай-ақ ол бірінші курс ұландары жалпы білім беретін пәндерді 10-11 сынып бағдарламасы бойынша оқитынын баса айтты. Екінші курстан бастап тереңдетілген әскери дайындық басталады. Саптық дайындық, әскери жарғылар және әскери топографияны зерттеу. Үшінші курста курсанттар таңдаған әскери мамандығын игеріп, далалық дайындықтан және әскери бөлімдерде тағылымдамадан өтеді. Оқуды аяқтаған соң бітірушілер техникалық және кәсіптік білімі туралы, диплом жүргізуші дайындығы туралы куәлік және кіші сержант атағы бар әскери билет алады. Үздік студенттер қызмет орнын таңдау сияқты артықшылықтарға ие болады және жоғары әскери оқу орнының екінші курсына емтихансыз түсуге мүмкіндік алады. Колледж басшылығымен кездескен студенттер оқу роталары командирлерінің сүйемелдеуімен оқу сыныптарын казарма, асхана және басқа да инфрақұрылымдық нысандарды аралап көрді. Кездесу соңында орталық басшылығы мен оқушылары әскери колледж ұжымына қызықты әрі мазмұнды ұйымдастырылған бағдарламасы үшін алғыстарын білдіріп, мұндай іс-шаралар жастардың бойында патриоттық сезімді, жауапкершілік пен отан қорғаушы мамандығына құрметпен қарауға ықпал ететінін баса айтты. Біз мынау балалар үйінен келіп, бүгін егеменді Қазақстанымыздың болашағы балалар ғой. Ол кісілерді алып келіп, тыныс тіршілігімен таныстық. Өте жоғарғы деңгейде біздің болашақ әскерлеріміздің керемет дайындығын көріп, өте риза түрде қайтып бара жатырмыз. Оның үстіне біздің балалар үйінің бір шәкіртіміз 11 жасар туған күні осы кісілерге сай келіп, бүгінгі іс-шараға осы колледждің басшысы полковник мырза өзінің бас киімін болашақта мен сияқты полковник бол деп сыйға тартып жатыр. Әрқашанда тығыз байланыста болайық. Біздің егеменді Қазақстанымыздың болашақтары мықты болсын, әскери керемет болсын. Сәттілік тілейміз сіздер колледждеріңізге.